Палаучы ол бедный мышление десең. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Нұрболбай, және де бізде бүгін шоуда Porsche 718 Boxster кабриолет, және бұл көлік бізде 24 сағат болатын болады. Дәл осы көлікті 24 сағат қолдануым жайлы өз ой пікірлерімді қазір сіздерге айтатын боламын. Олай болса, алдымен ең бастысы плюстар жайлы айтып кетейік. Көріп тұрғандарыңызда ең мықты плюсы ол дизайны, бір итальянский кинода жүргендей боласың. Өте шикарный дизайнмен жасалған. Одан бөлек екінші плюсы ол то, что бұл жақта екі багажнигі бар, алдында және артында. Неге десеңіздер, себебі бұлардың двигательдері креслоның прям артында орналасқан болады. Прям тағалып тұрады и машинаның ортасында. Содан бұл көліктің жақсысы ол балансировкасы. Өте мықты балансировка болады. Ары бері заносить етпейді, потому что двигатель прям ортасында орналасқан. Әрине, ең басты плюстардың бірі ол кабриолет. Көріп тұрсаңыздар, керемет таза ауа жұтып айдайтын көліктердің бірі ғой, короче. Машинаның түсі ақ болғанымен салоны өте қызғылт, өте қымбат түстерден жасалған. Екеуінің сочетаниясы прям андай өте дорого, бағаты болып тұр ғой. Маған салонның түсі өте қатты ұнады. Одан бөлек бұл жерде екі орын бар. Өзіңіздің сүйіктіңізбен отырып кешкісін шыққанға керемет деп ойлаймын. Біз қазір Porsche-тың артқы көрінісіне келдік. Қарасаңыздаршы, өте керемет фаралар ғой. Мына фараларын енді айтып жеткізе алмаймын. Маған ең ұнаған деталі осы именно арт жақтағы көрінісі болды. Бұл жақта көріп тұрсаңыздар, фирменный, необычный фаралармен және Porsche Boxster 718 деп жазылып тұр. Және де одан бөлек арт жағында осындай спойлер бар. Көріп тұрғандарыңыздай, ол осылайдан қимылдап машинаны жерге қарай басып тұратын болады. Және де айта кететін зат, бұл жерде осындай керемет багажнигі бар артында. Довольно вместительный багажнигі. Бұл жерге спортивный сумка да, кішігірім чемодан да смело салып қойсаңыздар болады. Одан бөлек алдыңғы багажнигі артыңғысынан да бір қателеспесем 2 есе үлкен. Және артынан осы жерден бізде май құйылады және ана жерден аккумуляторды көрсеңіздер болады. Артқы көрінісі маған Porsche-тың өте қатты ұнайды. Астында бір выхлопы тұр. Шикарный ғой енді. Енді көліктің алды жайлы айтатын болсақ, ең басты факторлардың бірі бұл жақта ерекше то, что бензобак алдында орналасқан, ал жағында, оң жағында орналасқан. Одан бөлек көріп тұрғандарыңыздай фирмалық өздерінің Porsche-тың фарлары фирменный стилистикада жасалған, және де үлкен вместительный мұнда багажнигі бар. Қазір көрсетем сіздерге. Мына значогының өзі Штутгарт деп жазылып тұр да. Әдем көрінеді енші. Багажнигін қарасаңыздар. Бізде қазір багажникта көріп тұрғандарыңыздай 1, 2, 3 сумка жатыр. Және тағы кішігірім киімдер жатыр. Өте үлкен багажник, өте вместительный. Және де ар жақтан суды омывайканы құясыздар. Вдруг егер сіздерде Porsche 718 Boxster кабриолет болып жатса, омывайканы қақа құям десеңіздер, алдында ол багажниктің аст жағында тұрады. Багажник айтпақшы капоты өте жеп-жеңіл ше. Рахат. Еш қиналмай ашып жаба бересің. Былайынан әкелесің да. Әне, екінші попыткадан. Ал олай болса, біз қазір Porsche көлігінің салонында отырмыз, және де айта кететінім, мен бұл видеоға мүлдем дайындалған жоқпын. Арнайы дайындалған жоқпын. Неге десеңіздер, себебі өмірімде алғаш рет отырып, осы жерде көрген, сезген сезімдерімді сіздерге жеткізгім келді. Бұл жерде салон жайлы айтатын болсақ, өте керемет материалдардың жасалған, бәрі прям на ощупь дейді ғой, кайфовый. Одан бөлек мұнда подстаканниктері бар, көріп тұрғандарыңыздай. Мына жағын шығара алмай жатырмын, көріп тұрсыздар ғой, мен білмеймін да, потому что қалай екен. И мұнда стилевый өзінің сағаты бар. Егер көліктің іші сырты жайлы бітсек, қалаға шығайық. Кеттік. Қазір біз Алматыға шықтық. Алматыда алғаш рет айдап көріп жатырмын, ары бері. Маған жүрісі деген енді бөлек қой. Газды бастан кәдімгідей тақап тастайды. Әлі спортқа қойған жоқпын, спортқа қойған сәл қорқып жатырмын негізі. Бірақ жүрісі деген кайф. Любой поворотты шық ұстап тұрады кәдімгідей. Раха деген мына көлік енді шыны керек ше. Таза шашкабад ететін көлік қой. Короче, біз қазір спортты қосып қойдық, спорт режимді. Осымен бір басып көрейік, қалай жүретінін өздеріңіз көресіздер. Камера бүйтіп сәл
жосып қойған. Сәл ана ровный поверхность шығып алайық қазір. 1, 2, 3. Ема! Кайф қонау! Әме кәдімдей басатын болсаң ше. Йоу! Таза адреналин ғой. Кайф! Ал енді бұл көліктің ходовкасы, жүрісі жайлы айтатын болсақ, енді ол бөлек қой. Негізі бұл спорттық көлік болғаннан кейін ходовкасы жесткилау. Бірақ именно андай гонять етіп, былайынан повороттарда жүретін болсаңыз, кайф қой енді анау біраз рульді ше. Бұрылып көде салады қандай, еш қиынды жоқ, қандай скоростьпен кетіп баратсаң да. Андай лежачкілерден сәл жесткилау өтеді, но негізінде мынандай көлік үшін соның өзінде комфортно. Қазір біз міне көріп тұрғандарыңызда Есентайда жүрміз, қарасаңыздаршы, не деген ана жақта вайп қой мынау, мәссаған. Сұмдық көптеген күшті машиналар тұр, там Panamera тұр, анау тұр, гелик тұр. Бірақ мынандай кабриолетпен, еще мынандай түстердің сочетаниясымен жүрсеңіз, мына жақ енді вообще кайф. Қарасаңдаршы, андай өсіп жүру керек қой негізі, әр қазағым деп ойлаймын да өзім лично. Бұны негізі түсіріп жатқан басты мақсаттардың бірі, Құдай қаласа сіздерге, бізге деген мотивация болсын деп, бұндай көліктерді көрмеген, сондай жігіттерге көрсетіп, осындай Құдай қаласа ұмтылайық, осындай Құдай қаласа адал еңбекпен жетейік деген негізі мақсатпен бастаған болатынбыз. Сондықтан да қолдайсыздар деп ойлаймын. Шыны керек, люксовый көліктерді біздің қазақ тілінде қазақ аудиториясына көрсетейік деген ниет болған тұғын. Біз қазір Есентайдамыз, барлығымыз осындай керемет жерлерде, керемет көліктермен не только Қазақстанда, шетелде де Құдай қаласа біздің қазақтар жүре берсін. Ал олай болса сіздерге осы Porsche Boxster туралы кішігірім мағлұмат айтып кетейін. Бұл көлік 2022 жылғы 3 куб турбо және де осындай керемет дизайнда істелінген. Бұл көлік жайлы айтатын тағы минустары да бар. Қандай минустар десеңіздер, ең басты минусы, мне кажется, мен ойлап тұрған ең басты минусы, бұл көлік өте қымбат. Қателеспесем, где-то бір 60 миллионның ар жағында тұрады деп ойлаймын. Біз колесаны қарап көрген жоқпыз, бірақ примерно сондай баға тұрады. Одан бөлек қалған минустарын айтатын болсақ, оның көбісі осы менің бойыммен связаны. Мен где-то бір бойым 1.90 шығар, қателеспесем. 1.90 және маған бұл көлікте ыңғайсыздық тудыратын моменттер өте көп. Примеру, бұл көлік өте пәс орналасқан. Қарап тұрсаңыздар, менің ішіммен бірдей да. Көліктің биіктігі максимальный. Даже үстіндегі крышасы жабылғанның өзінде ол ары кетсе осындай болып келіп тұрады. Өте пәс көлік. Сондықтан да отырып, шығып, мініп жатқан кезде көп шалбарларыңыз сәл ластанатыны бар. Себебі не десеңіздер, себебі қараңыздар, порогтары өте үлкен, широкий. Ол не үшін істелінеді? Ол кабриолет болғаннан кейін основной усиление осы порогқа кетеді. Порог жағынан усиление болады. Тағы ары қарай минустарын айтсақ, отырған кезде міне подстаканнигі бар. Көп спорткарларда подстаканник жоқ. Отырған кезде аяқты кәдімгі лақтырып саласыз, және де бойыңыз ұзын болса сәл дискомфортный болады. Мен қазір максимально орындықты артқа тақап отырмын, соның өзінде сәл көріп тұрсаңыздар жер жетпейді. Себебі тізем рульге былайынан, мысалы мен қазір газға тақап тұрмын, тізем рульге былайынан қоятын болсам тиіп тұрады. И сәл управлениеға мешать ететін болады. Себебі андай өте габариттар кішкентай да бұл жерде, сондықтан да аяғыңызды былай талтайтып отырмасаңыздар сәл ыңғайсыздау. Одан бөлек айтатын негізі көп минусы жоқ. Тағы бір минусы бар. Қазір есіме түсіп кетті, ол мына крышаны былайынан жабатын болсақ, ол крышаны былай үстімен тиіп тұрады. И опять же бойыңыз ұзын болатын болса, сізге в основном крышаны ашып жүру керек болады. Себебі жабатын болсаңыз, мына жер былайынан жабылады и шаштарыңызға, басыңызға, в общем, крыша тиіп тұрады. Сәл
некомфортно, но мына көліктің виді мен атмосферасы, духы беретін барлық минусын перекрывать етіп тастайды деп ойлаймын. Ал енді видеода айтуды ұмытып кеткен минустар жайлы айтайын. Біріншіден, көлік клиренсы, яғни жерден биіктігі өте аз. Сондықтан әр үлкендеу яма, әр үлкендеу лежачыдан уайымдап өтесіздер, бамперін сырып алмаймын ба деп. Біз бұл көлікті жуайын деп самообслужка мойкасына кіре алмай қалған кездеріміз де болды. Себебі кіретін жері сәл қыр еді. Одан кейін екі адамнан көп сыймайды. Біз видео түсіру барысында осымен біраз қиналып кеттік. 3 адам болып жүрсеңдер, көлікке сыймайсыңдар. Обязательно тағы да такси шақыру керек. Келесі минусы орындық артқа жатпайды. Әдетте көліктерді ұзақ айдағаннан кейін бір жерге тоқтап, орындығын артқа жатқызып тұрып жатып демалып аласың ғой. Ал бұл жерде олай істей алмайсың. Себебі мотор орындыққа тақалып тұр. Тағы бір минусы ішінде өте орын аз. Кейде телефон қоятын жер таппай қаласың. Бірақ қаншама минустарына қарамай бұл көлікке өзім шынайы ғашық болдым. Бағасын көрдік, 40-50 миллион теңгедей тұрады екен. Салоны, түстері жүрегіме қатты жақты. Бір күн айдау барысында түсінгенім, қымбат көлікке көз үйренген халықтың өзі бұл көлікке ерекше қызығушылықпен қарайды. Аль-Фараби бойында крышасын түсіріп, елумен кетіп бара жатсаң, қасыңнан қандай машина өтсе де қарап қызығады екен. Қаншама қымбат М5, банан, гелик, ренджиктар жанында мына көлік қайда қатты сымбаттырақ, тартымдырақ болып көрінеді. Бұл біздің алғашқы шолуымыз, алғашқы люкс көлігіміз. Алда тағы шолулар болады ма, болмайды ма, ол тек сіздерге байланысты. Егер ұнаса, қолдап, ұзын коммент жазып, лайк басып, парақшаға тіркелуіңізді сұраймын. Ал менің бұл көлік жайлы қысқаша әсерімді айтатын болсақ, мен өзіме осы көлікті 2 жыл ішінде аламын деп мақсат қойдым. Бұйырса, жетемін деген ниеттемін. Сіздер де, Құдай қаласа, алдағы көліктерді көріп, өзіңізге ұнайтынын аламын деп мақсат қоясыз деген үміттемін. Бүгін бізде көріп тұрғандарыңыздай шолуда Porsche 718 Boxster кабриолет болды. Егер видео ұнаған болса, парақшаға тіркеліп кетіңіздер. Комментарийға көптеген өз ой пікірлеріңізді жазыңыздар. Сіздермен болған 24 сағат Porsche Boxster Алматы қаласынан.